Отбасы барлығымыздың жүрегімізге ең жақын сөз. Ол махаббат пен тыныштықтың, мейірім мен жарасымның, қуаныш пен мерекенің мекені. Алғаш дүние есігін ашқанымызды қым-қиғаш өмірдің салқынын сездірмей, аялы алақан мен мейірімді жүректің шуағына бөлейтінде осы жер. Аядай мекеннің тыныштығы мен жарасымы алдағы өміріміздің көрсеткіші іспеттес. Бұл үйі балғын балалық шағымызда еркелігімізді көтеріп, қауіп пен қатерден қорғайтын тәрбие мектебі. Отбасы қуанышымызды еселеп, қиналғанда дем беретін адал ақылшымыз, әрі ең берік қорғанымыз. Ал қартайғанда еткен еңбегіміз бен төккен теріміздің қайтарымы ретінде қамқоршымыз болмақ. Осылайша барлығымыздың көкейімізде қат-қабат мән арқалаған осы бір ауыз сөздің астарында не жатыр? Бұл қасиетті һәм қымбат ұғымға бізді не байланыстырады? Отбасының негізгі ерекшелігі қайсы деген сансыз сұрақ туындайды. Себебі ол біздің өткеніміз, бүгініміз, әрі болашағымыз. Сондықтан отбасының мәнін түсініп тереңіне бойлау баршамыздың азаматтық парызымыз.